Гарри Гаррисон 1925 жылы 12 наурызда дүниеге келген америкалық фантаст жазушы және редактор. Гарри Гаррисонның алғашқы кітабы «Неукротимая планета» романы болды. Ол кейін кейіпкері Язон Дин Альт туралы баяндайтын «Инженер по этике» және «Конные варвары» трилогиясына жалғасты. Алғаш рет «Агенты в космосе» романында таныстырылған Джим Ди Грис туралы баяндайтын 10 томдық циклдың шығуы сәтті болды. Әзіл мен ғылыми фантастиканың ерекше үйлесімі оның кейінгі «Билл Герой в галактике», «Фантастическая сага» секілді көптеген шығармаларында көрініс тапты. «Подвиньтесь» романы басқаша реңкке ие. «История планеты» суретті романы басқа романдарға ұқсамайтын ерекше шығарма болды. Гарри Гаррисон өз өмірінде 60-қа жуық романы жазды. Басқа ғылыми фантастикамен бірге ол ішінара әртүрлі ғылыми фантастикалық антологиялар құрастырды. Мысалы, антропологиялық беллетристика томы, адам тәрізді маймыл, ғарышкер және ғылыми фантастикалық бестселлерлер жинағы. 1968 жылдан 1969 жылға дейін Гаррисон ғылыми фантастикалық авторлар одағының вице-президенті болды. Гаррисон ғылыми фантастика авторларының мүддесін қорғайтын ұйым құрды және 1978 жылы оның төрағасы болып сайланды.